Сәлем достар, менің есімім Еркебұлан, менің кулинарлық блогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде итальяндық паста аля карбонара. Ендеше бұны сіздерге үйде қалай дайындау керектігін үйретемін. Бірінші, кастрюльге су қайнатып аламыз. Су қайнатып алғаннан кейін өзімізге керекті мөлшерде спагетти саламыз. Көп салудың керегі жоқ, өйткені спагетти ісінеді. Көп поварлар осы спагеттиге май қосады, сливки қосады, олай қосудың керегі жоқ. Өйткені олар сливки не үшін қосады? Май жабысып қалмасын деп қосады. Ал біздің сәтте керек жоқ. Оны араластырып өйстіп, кішкене жұмсарған кезде, қайнап жатқан кезде өйстіп араластырып тұрсақ, ол ешқандай да жабыспайды. Енді кішкене тұз қоссақ болады. Бір 10 граммдай тұз қосамыз. 11 грамм болып кетсе, ештеңе етпейді, қоса беріңіздер. Так, кішкене қосайын. Енді араластырғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Паста карбонара бұл карбоната деген шошқаның етінен дайындалады. Бірақ біз қазақ мұсылманбыз ғой енді. Біз халал шұжықтарды қолданамыз. Бұл қарапайым біздің колбаса. Енді бұларды өзімізге ыңғайлы қылып бөліктерге бөлеміз. Сковородканы қыздырамыз. Қатты қызбай жатқан кезде біз зәйтүн майын, оливковый масло деп айтады. Содан кішкене қоссақ болады. Көп қоспай қойыңыздар, өйткені мына колбасаның өзінің майы бар. Кішкене қосамыз. Енді сәл қызғанын күтеміз. Бірақ күйдіріп алмаңыздар. Жақсы. Майымыз қызып жатқан кезде біз өзіміздің колбасаны қосамыз. Колбасаны қуырып аламыз. Колбаса қуырылып жатқан кезде біз пастамызды бір тексеріп алайық, араластырып. Жақсы қайнап жатыр. Бірақ әлі піскен жоқ. Сондықтан да тағы тұра берсін, астын өшірмейміз. Ал енді кезекте біздің корона, біз соусымызды дайындаймыз. Соусымызға не керек біздің? Бізге жұмыртқа керек. Мысалға мен қазір 2 адамға дайындап жатырмын, сондықтан 2 жұмыртқа қосамын. Біреулер сочный болсын деп жұмыртқаның сарысында бөліп қосып алады. Бірақ мен жағдайымда, мысалы, мен прям ондай қатты қарамаймын. Жұмыртқаның сарысын қостым. Енді осы сәтте мен кішкене чеснокты бөліп колбасаның ортасына қоямын. Өйткені ол аромат иіс береді. 4 бөлікке бөлеміз чеснокты. Свежий болу керек чеснок. Арасына өйстіп жағып қойсақ. Енді сырымызды теркадан өткіземіз. Бұл сыр, итальяндықтар пармезан деген сырды қосады. Біз қарапайым өзіміздің сырды қоссақ болады. Көз мөлшермен қоса береміз. Қаншалықты керек. Кішкене араластырып жіберейік. Чеснокты соңынан алып тастасақ болады. Болмаса сәндеуге қоссақ та болады. Әркімге әртүрлі енді, кім қалай жақсы көреді. Енді бұған біз қара бұрыш қосамыз. Бұны қазір қалай майдалау керектігін сіздерге үйретемін. Сковородканы аламыз. Және тура осылайынан майдалаймыз. Хрустың дауысы естіледі ме? Міне. Қараймыз. Міне, майдаланды. Енді біз соусымызға қосамыз осы перецті. Енді тұз қосамыз кішкене. Тұз қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біз соусымызды дайындап болғаннан кейін, мынаның астын өшіреміз. Астын өшіргеннен кейін енді пастамыз қайнаған білеміз, өйткені бір шамамен 8-9 минуттай өтті. Енді пастамызды мына жаққа аударамыз, керегінше. Міне пастамыз пісті біздің. Енді міне пастамызды араластырдық. Сәл суыған күтеміз. Өйткені мына қазір біз жасаған соусты мынаған ыстық кезінде құйсақ, омлет болып кетеді. Соусымызды қостық. Енді араластырамыз. Мына сырымыз біздің еру керек. Міне нағыз итальяндық паста. Сырды қарашы. Колбасаны бетіне қойдым. Ал енді чесноктарды алып тастайық, өзімізге керек емес чесноктарды. Енді көп итальяндық
поварлар, еуропалық итальяндық поварлар дейік. Бұның бетіне пармезан қосады. Бізде пармезанның орнына кәдімгі қарапайым қазақтың құртын қоссақ болады. Өйстіп. Өйткені ол тұзды әдемі дәм береді. Таңдаған кезде құрғақ құртты қоссаңыздар дұрыс болады негізі. Алып тастайық, керек емесін. Бұлай алып, кішкене езіп жіберсек, күшті болады. Ал енді бұны біз әзірлеуге пастамыздың бетіне себеміз. Вау! Міне қараңыздар, нағыз керемет. Кішкене қазақи араласқан паста болды бұл. Енді бетіне кішкене бұрыш себеміз. Бетіне бұрыш себеміз. Міне нағыз итальяндық паста аля карбонарамыз дайын болды. Дәм ауыз тиіп көрсеңіздер болады. Біздің парақшаға тіркеліп кетіңіздер, алда көптеген контенттер болады. Оператор, жүрмін дәмін көрейік. Не паста дей бермей. Көрейік те дәмін. Кеттік. Қанеке мұнан кейін дәмін көр. Өзің бір бағаны берсей. Чатам дәмді ма? Дәмді емес негізі. Бұрышында прям шықты ғой. Бұрыш көп қостым ғой.